Біздің кезекті сабағымыз центрлік және осьтік симметрия деп аталады. Симметрия мәселесі, соның ішінде центрлік және осьтік симметрия біздің өмірімізде өте көп кезігетін маңызды ұғымдардың бірі болып табылады. Осьтік симметрия бұл симметрияның ең қарапайым түрі және де түзуге қатысты симметрия болады. Егер түзу бойымен бүктегенде жазықтықтағы екі фигура бір-бірімен беттесетін болса, ондай фигуралар түзуге қатысты симметриялы фигуралар деп аталады. Мысалы, симметриялы фигураларға біз жақсы білеміз. Шеңбер, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш. Сол сияқты өмірде кездесетін жан-жануарлардың көбі осьтік симметриялы фигуралар болады. Бұның ең бір маңызды мысал ретінде біз көбелекті айта аламыз. Көбелектің жаңағы осьі арқылы бүктейтін болсақ, оның қанаттары бір-бірімен беттесіп келетіндігі оның осьтік симметриялы фигураға жататынын айқындап береді. Егер түзу фигураны симметриялы екі бөлікке бөлсе, онда ондай фигура осьтік симметриялы фигура деп аталады. Ал түзу сол фигураның симметрия осі деп аталады. Бұған мысал ретінде жаңағы бұрыш және оның бисектрисасы. Оны салып келтіре кетейік. Бізге бұрыш берілді. Және бұрыштың бисектрисасы берілді. Бұрыштың бисектрисасы дегеніміз бұрышты тең екі бөлікке бөлетін сәуле болуға тиісті. Бұл жерде бірден бұрышты тең екі бөлікке бөліп тұрғандықтан біз бұрыштың төбесін А деп есептейік. Қабырғаларын В, С дейік. Бисектрисаның ұшын белгілейтін нүкте Д болсын. А деп бисектриса. Мұнда берілген екі бұрыш тең. Мынау альфа десек, мына бұрыштың өлшемі тағы да альфаға тең. Олай болса, жаңа бұрыштың АД түзуінің бойымен бүктейтін болсақ, АБ кесіндісімен, АБ сәулесімен, АС сәулесі бір-біріне беттеседі. Сондықтан бұл жерде центрлік симметриялы фигура болатыны шығады. Немесе бұрыштың бисектрисасы кез келген бұрыштың осьтік симметриясы болып табылады деген сөз. Центрлік симметрия бұл. Центрлік симметрия нүктеге қарағанда симметрия болатын фигураларға қатысты ұғым болады. Берілген нүктеден кесіндінің ұштарына дейінгі қашықтықтар тең болған жағдайда ғана берілген нүкте кесіндінің ортасы деп аталады. Егер O нүктесі AB кесіндісінің ортасы болса, онда А және Б нүктелері O нүктесіне қатысты центрлік симметрияда болып табылады. O нүктесі симметрия центрі деп аталады. Біз мысал ретінде түзу бойында берілген А нүктесін белгілейік және O нүктесін белгілейік. O нүктесі жаңағы симметрия центр болсын. Мұнда А нүктесі берілсін, симметрия центрі O нүктесі берілсін. Енді осы O нүктесіне қарағанда симметриялы, O нүктеге қарағанда симметриялы нүктені қалай саламыз деген мәселеге келейік. Ол үшін жаңағы берілген нүктелерді бастырып түзу жүргіземіз. Біз түзу жүргізіп қойдық. Бұл түзу А нүктесі деп атайық. А нүктесі жаңағы берілген А нүктесі және симметрия центрі O нүктесі арқылы жүргізіледі. Бұл жерде А нүктесіне симметриялы нүктені В деп есептесек, Адан Оға дейінгі арақашықтық, Адан Оға дейінгі арақашықтық, Одан В-ге дейінгі арақашықтыққа тең болу керек. Олай болса, біз АО арақашықтығын өлшеп аламыз да, сонымен бірдей арақашықтықты да жататын В нүктесін жаңағы түзудің оның келесі жағында саламыз. Сонда бізде АО тең
О В теңдігі. Немесе О нүктесі А В кесіндісінің ортасы болды деген сөз. Бұндай жағдайда жаңағы А нүктесі В нүктесіне симметриялы нүкте болады. Керісінше В нүктесі А нүктесінің симметриялы нүктесі болады. Ал О симметрия центр деп аталады. Сол сияқты біз енді кез келген тағы да бір симметриялы С нүктесі дейік. Енді С нүктесіне қарағанда А нүктесіне симметриялы нүктені салу керек болсын. Ол үшін жаңағы АС кесіндісін өлшеп аламыз. Оған тең кесіндіні келесі жағында саламыз. Кесіндінің үшін D деп белгілесек, жерде А нүктесі С нүктесіне қарағанда D-ге симметриялы нүкте болады. Ондағы АД нүктелері D-ге қарағанда бір-біріне симметриялы нүктелер болады. С-ға қарағанда, С нүктесіне қарағанда бір-біріне симметриялы нүкте. Немесе АД нүктелерінің симметрия центрі С нүктесі болып табылады деген сөз. Сонда симметриялы нүктелер симметрия центрі арқылы өтетін түзудің бойында жатады және С нүктесінен бірдей қашықтықта болатындығы бұл жерде бізге байқалып жатыр. Центрлік симметриялы фигуралар дегеніміз. Егер О нүктесіне қатысты симметриялы нүктелер фигураның өзінде жатса, ол фигура центрлік симметриялы фигура деп аталады. Бұндай фигуралар жаңағы шаршы және шеңберді алуға болады. Шаршының диагоналдарының қиылысу нүктесі шаршының симметрия центрі болады. Шеңбердің симметрия центрі оның өзінің центрі, симметрия центрі болатын жақсы білеміз. Сондықтан біз шеңбердің центрін белгілесек, енді осы центрге қарағанда, О нүктесіне қарағанда, шеңбердің кез келген нүктесінің симметриялы нүктесі қайтып, сол шеңбердің бойында жатуға тиісті. Оны біз түсіндіре аламыз, өйткені жаңағы шеңбердің центрінен оның кез келген нүктесіне дейінгі арақашықтықтар бір-біріне тең. Оны жаңағы шеңбердің радиусы деп атайды. Радиусқа тең арақашықтықта болады деген сөз. Сонда шеңбер бойынан біз кез келген А нүктесін алсақ, оған симметриялы нүкте В нүктесі, ол да шеңбердің бойында жатады. Бұл шеңбердің бойындағы кез келген нүктені алсақ орындалады деген сөз. Мәселен, біз шеңбердің бойында тағы бір X нүктесін алайық. X нүктесіне симметриялы нүкте, ол Y нүктесі болуға тиісті. X, Y. Бұл нүктеде жаңағы шеңбердің бойында жататыны, ол центрден тағы да R-ге тең арақашықтықта жататынына қатысты. Сол сияқты жаңағы шаршының диагоналдарының қиылысу нүктесі шаршының симметрия центрі болады. Өйткені жаңағы біз шаршының диагоналын жүргізейік. Қиылысу нүктесін белгілейік. О деп белгілейік. О нүктесі А, Б, С, Д шаршы. Енді шаршының бойында жатқан кез келген нүктені алып, оның симметриялы нүктесін салсақ, ол нүкте қайтадан шаршының бойында жатады. Жерде біз X нүкте қайтып оның симметриялы нүктесі Y нүктесі шаршының бойындағы нүкте шығатын дәлелдеу сонша қиын емес. Өйткені бұл жаңағы кесіндінің ұзындықтарына, шаршының қасиеттеріне қатысты дәлелденіп отыратындықтан, шаршы да центрді симметриялы фигура деп есептелінеді. Симметриялы нүктелер ұғымы. Координаталы жазықтықтағы координаталар басымы нүктесіне қатысты симметриялы нүктелердің координаталары қарама-қарсы санда болады. Бұл жерде жаңағы координаталы жазықтықтағы симметриялы нүктелердің қасиеті. Мысалы, координаталар басы О нүктесіне қатысты А2,4 нүктесі, оған қарама-қарсы координатасы болатын А1-2-4-ке
және V минус 3 нүктесі. Оған координаттар қарама-қарсы сандар болатын 3 және минус 3 нүктесіне баратыны түсінікті. Бұларды координаттағы жазықтықта сызып көрсете кетейік. Координаталық осьтер алынсын. Координаттар басу нүктесі. Біз бірлік кесінділер аламыз. Сол арқылы жаңа берілген нүктелерді саламыз. Бізге 2-4 нүктесін салу керек. 2, 4. 2-4 нүктесі. Бұл А нүктесі. А, 2 және 4 нүктесі. Енді біз минус 2 және минус 4. Нүктесін аламыз. Бұл екі нүктесі координаттар басына қарағанда бір-біріне симметриялы болатыны бізге көрініп тұр. Өйткені бұл бірдей тіктөрт бұрыштың диагоналдары, ұзындықтар өзара тең болады, және бұлар қарама-қарсы сандар болғандықтан координаттар. Олар бір түзудің бойында жататында түсінікті болады. Сонда мына қашықтық пен мына қашықтық екеуі тең. Бұлар бірдей тік бұрыштың диагоналдар болып келетіндіктен олар өзара тең болады. Мұнда А1 нүктесі, оның координаттары минус 2, минус 4. Осы сияқты жаңағы B1 нүктелерде координатталық жазықтықта бір-біріне қарама-қарсы жататын симметриялы нүктелер болатынына көз жеткізу сонша қиын емес. Мысал 1, ұзындығы 6 см AB кесіндісін сызып, оның симметрия центрін табыңдар. Симметрия центрі AB кесіндісін қандай кесінділерге бөледі? Ұзындықтарын жазыңдар дейді. Бұл жерде біз ұзындығы 6 см-ге тең болатын AB кесіндісін сызуымыз керек. Бұл 6 см деп есептейік. AB. Оның симметрия центрі кесіннің ұштарынан бірдей қашықтықта болуға тиісті, немесе ол кесіндені 3 см бөліктерге бөлу керек. Бұны біз O нүктесі деп алсақ, мұнда 3 см және 3 см етіп бөлетіндей O нүктесі AB кесіндісінің симметрия центрі болады. Олардың ұзындықтары 3 см-ге тең екені түсінікті. Мысал 2. Ем түзуіне қатысты AB кесіндісіне A1, B1 кесіндісі симметриялы. Ем түзуін сызыңдар. Мұндағы AB параллель A1, B1-ге. Екінші AB перпендикуляр A1, B1-ге. Ем түзуін сызуымыз керек біз. Бірінші есепті шығаруымыз керек алдымен. Ем түзуін сызып алайық. Бірінші жағдайда AB параллель A1, B1-ге болатындай етіп аламыз. Бір-біріне симметриялы кесінділер болуға тиісті. Олай болса AB кесіндісін біз ем түзуіне параллель етіп алсақ қана бұл есептің шарты орындалады. А, В. Енді оны ем түзуіне қарағанда симметриялы көшіреміз. Ем түзуіне қарағанда симметриялы көшіру үшін А нүктесінен ем түзуіне перпендикуляр. Сол сияқты В-ден тағы да ем түзуіне перпендикуляр жүргіземіз. Перпендикуляр мен емнің келесі нүктелерін белгілейміз. Оның келесі жағында бірдей ұзындықта тең кесінділер қиып алу арқылы A1 нүктесін тауып аламыз, және
екеуі тең болған жағдайда B бір нүктесі шығады. Сонда жаңағы берілген кесіндіге ем түзуіне қарағанда симметриялы кесінді ол A1, B1 кесіндісі. Бұл жерде бұл екеуі параллель болғандықтан арақашықтықтар өзара тең болатын түсінікті. Немесе AB, B1, A1 дегеніміз тіктөртбұрыш болады. Ал тіктөртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең және параллель болатын жақсы білеміз. Сондықтан біз бірінші есептің шартын қанағаттандыратын суретті сызалдық. Енді келесіде A1, B1 кесінділері кесіндісімен A1, AB кесіндісімен A1, B1 кесінділері өзара перпендикуляр болу керек. Бұлар және ем түзуіне қатысты симметриялы болу керек. Бұл жерде бізге жаңағы бұрыштың бисектрисасы, оның симметрия центрі болатын пайдалану тура. Өйткені жаңағы басқа вариантта бұл мүмкін емес болып шығады. Сонда біз қалай аламыз дегенде бір-біріне перпендикуляр алдымен кесіндіні сызып алайық. Бізге берілген болсын AB кесіндісі және оған перпендикуляр және дәл ортасынан өтетіндей етіп алыну керек бұл жерде енді. Өйткені бір-біріне симметриялы нүктелер шығып келу керек. A1, B1. Енді ем түзу осы екеуінің бисектрисасы болу керек. Ем түзуі осы екеуі арқылы пайда болатын бұрыштың бисектрисасы болса, онда есептің шартын қанағаттандыратындай AB кесінділер. Бұл жерде жаңағы A1-дің симметриялы нүктесі, V-ның симметриялы нүктесі мұнда A нүктесі шығып жату керек мына жерде. Екеуі тағы да тең дәрежеде алуымыз керек. Екеуі тең болу керек мынау. Және A-ның симметриялы нүктесі B1 нүктесі болып шығып жату керек. Мынамен тең болатындай алсақ қана есептің шартын қанағаттандыратын кесінділерді біз сала алады екенбіз. Сонда бұл екеуінің қиылысуын біз С нүктесі десек, жаңағы А, С, Б1 бұрышы 90 градусқа тең тік бұрыш жасайды. Ал ем түзуі осы бұрыштың бисектрисасы болып келу керек. Және де жаңағы А1, Б1 кесінділер ұзындықтары тең, қиылысу нүктесі олардың орта нүктесі болатындай варианттар қанағаттандырылса ғана бұл есептің шешімі болатын көрінеді. Жаттығу бір. Координата өсінде қарағанда берілген нүктелерге симметриялы нүктелерді салып, координаталарын жазыңдар деген есеп екен. Бұл үшін біз координаталы жазықтық аламыз. Координаталы жазықтықта берілген нүктелерді белгілеуіміз керек. Оған соныңге симметриялы нүктелерді саламыз. Жаңа 0,5 нүктесі. Бұл деген сөз координата осіндегі 5 деген нүкте. 5. Координата осіндегі 5 нүктесі. А нүктесі бұл. А нүктесі мұнда берілген нүкте. Ал координата осының бойында берілген нүктенің симметриялы нүктесі сол нүкте өзі деген сөз ол. Ал V нүктесін аламыз -2, -1.
V нүктесі. Бұған жаңағы координата осіне қарағанда симметриялы нүкте. Бұған координата ысы бірдей. Мұнда минус 2 болса, абсциссасы 2. Бұл жаңағы B1 нүктесі, оның координатасы 2 және 1. Біз B нүктесі минус 2, 1 деген нүктені белгілеген екенбіз. 1 болды боласылайық бұны. Ал С нүктесі минус 3, 4 деген нүкте. Минус 3 және 4. Бұл С нүктесі. С нүктесіне симметриялы нүкте. Плюс 3. Координата осіне қарағанда симметриялы нүкте. Плюс 3, 4 болып шығатын нүкте. Сонда бұл нүктелердің қандай ортақ қасиеттері бар дегенде, координаталары тең болу керек екен симметриялы нүктелердің, және абсциссалары қарама-қарсы болу керек. Координата осіне қарағанда симметриялы нүктелердің координаталары тең, абсциссалары қарама-қарсы болу керек. 2-де 4. 3-де 4. Сонда С минус 3-де 4 болса, оның координат осіне қарағанда симметриялы нүктесі 3-де 4, плюс 3-де 4 болып шығып жатыр. Бұл А жағдайдағы есептің шешімі осылай болып жатыр. А жағдайдағы. Енді Б жағдайды біз тағы да келесі координаталар жүйесіне қарастырып көрейік. Координаталар ұсынсамыз. Y. Бұл жерде 1 және 2 деген нүктені белгілеуіміз керек. 1, 1, 2. Бұл А нүктесі. Координата осіне қарағанда оған симметриялы нүкте, жоғарыда атап өткендей. Келесі жағында шығады. Координатасы 1, 2. Абсциссасы алғашқы нүктенің абсциссасына қарама-қарсы 1. Бұны жаңағы А1 деп белгілейік. В нүктесі 3 және минус 5. 2, 3 және минус 5. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. Оған симметриялы нүкте келесі жағында координатасы бірдей, абсциссасы минус 3-ке тең болатын. В нүктесінің координат осіне қарағанда симметриялы нүктесі V1. Бұл жаңағы минус 3-те 5. Минус 5 деп шығып жатыр. С нүктесі 4-те 5. 4, 2, 3, 4, 5. Енді оған симметриялы нүкте, абсциссасы минус 4 болатын нүкте екенін біз жақсы білеміз. Бұл С және С1 нүктелер. С1 нүктенің координаталары минус 4 және 5. Ал С нүкте 4 және 5. Координаталары тең, абсциссалары қарама-қарсы нүктелер болып шығады екен. Жаттығу 2-де АС қосылған СБ қосындысы ең аз болатындай С нүктесінің орнын анықта деген. Бұл мынандай сурет арқылы берілген болуға тиісті. Жалпы бұл практикалық мағынадағы есеп деп түсінуге болады. Бізге жазықтықта
А нүктесі берілген болсын және В нүктесі берілген болсын. Біз мынандай мысал ретінде алуға болады. Мысалы, Асанның үйі А нүктесінде тұрады. Ол өзеннен су алып, өзінің ағасының үйіне жеткізу керек. Сонда өзеннен деген сөз, мұндағы қандай бір С нүктесіне кеп су алу керек те, бұл жеткізу керек Б-ға. Сонда бұл жол жүретін жолы алдымен Адан С-ға дейін жүреді. Қайтып бұдан өзеннен су алады да ары қарай В-ға жеткізу керек. Сонда осы жол ең аз болатындай С нүктесінің орнын анықтау деген сондай есеп болып табылады деген сөз. Практикалық мағынадағы. Бұл жерде біз центрлік осьтік симметрияны пайдаланамыз. Ол үшін жаңағы А нүктесіне симметриялы нүктені анықтауымыз керек. А нүктесіне перпендикуляр жүргіземіз. Жаңағы қиылысу нүктесін D деп белгілейік. АД тең А1 болатындай. D A1 болатындай. АД тең D A1 болатындай етіп алсақ, бұл А1 нүктесі А нүктесіне қарағанда берілген түзуге қарағанда, мысалы А түзуіне қарағанда А нүктесінің симметриялы нүктесі болады. Осьтік симметриялы нүктесі болады. Енді біз А1 нүктесі мен В нүктесін қосайық. А1 нүктесі мен В нүктесін қосайық. Бұл түзудің жаңағы осьтік симметриялы түзумен қиылысатын, симметриялы түзумен қиылысатын нүктесін белгілейік. Бұны біз С штрих деп қояйық. Енді бұны жаңағы А нүктесін С штрих нүктесіне қарай қосайық. Бұл жерде мына екі кесінді бір-біріне тең. Мына жердегі бұрыштар 90 градус. Немесе мұндағы А, Д, С штрих пен Д, А1, С штрих үшбұрыштар тең. Олай болса, мұның екі арақашықтығы өзара тең болатын түсінікті. Немесе жаңағы А нүктесінен өзеннен кеп су алып, С штрих нүктесінен қайтып, В-ге барған арақашықтық ол тең. Сонда мына олай болады. Жаңағы біздің іздеп отырған А, С штрих қайтып қосу С штрих В деген қосындымыз. Бұл жерде С нүктесі үшін біз С штрих нүктесін алдық. Бұл тең болады. А1 С штрих қосу С штрих В-ге. Немесе бұл тең А1 В деген кесінденің ұзындығына тең. Ал бұл жерде біз енді мұнда жаңағы басқа бір С деген нүктемен арақашықтықты салыстыра кетуге болады. Бұл жерде мынандай үшбұрыштың қабырғалары болып шығады. Сонда жаңағы А1 В деген үшбұрыштың бір қабырғасы. Үшбұрыштың бір қабырғасы келесі екі қабырғасының қосындысынан кіші болады деген үшбұрыш теңсіздігін пайдаланамыз. А1 С қосылған С В. Арақашықтықтар бұлай. Сонда бұдан жаңағы егер жаңағы С штрих нүктесін таңдаса, онда ең аз жол жүретін мүмкіндік. Осындай есеп шығарғанға біз осьтік симметрияны пайдаланып жатырмыз. Сонда біздің есептің шешім беретін теңсіздік бұл үшбұрыш теңсіздік екен. Үшбұрыштың кез келген екі қабырғасының қосындысы үшінші қабырғасынан
артық болады дегенді пайдаланып жатырмыз бұл есеп шешуге, және осьтік симметрияны пайдаланып отырмыз. Осымен біздің кезекті сабағымыз аяқталды.